Уақиға сүресін оқудың пайдалары. Уақиға сүресінің қасиеті жайлы ардақты пайғамбарымыз былай дейді: күнде кешке жақын Уақиға сүресін оқыған адам ешқашан кедейлік көрмейді. Тағы бір хадисте былай делінген: күнде кешке Уақиға сүресін оқыған адам кедей болмайды. Уақиға сүресі байлық сүресі. Бұл сүрені оқыңдар, балаларыңа да үйретіңдер. Бұл сүрені оқуды үзбеген адам кедейлік азабын тартпайды. Мал дүние аяғына дейін өзі келеді. Дәретпен күн сайын таңертең және кешке осы сүрені оқыған адам өмір бойы таршылық тауқыметін көрмей дүниеден өтеді. Пәле жаладан аман болады. Уақиға сүресінің хатымы 41 рет оқу. Бұл хатымды бірнеше кісі бөліп алып атқаруға болады. Материалдық қиыншылық кезінде 3 немесе 7 рет оқылады. Бір ғалымнан біз оқып жүрміз, бірақ пайдасын көре алмадық деп сұрағанда 1000 рет оқып көрсін. Егер байлыққа кенелмесе маған келсін. Банктен кредит алғанша осы сүрені оқыса екен деген екен. Уақиға сүресін оқудың тәртібі: 1 Фатиха, 3 Ықылас сүресін оқу, 7 рет салауат айту. Фатиха сүресін оқу, Уақиға сүресін оқу, Фатиха сүресін оқу, 7 рет салауат айту. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت حباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم.